Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қияр қосылған судың пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Диетолог мамандар қияр қосылған судың адам ағзасына пайдасы шаш етектен дейді. Олар таңертең бір стакан қияр қосылған су ішіңіз, мына 6 түрлі аурудың алдын алатын кепілдік береді. Ең бірінші, қияр қосылған су қан қысымын реттейді. Екінші, егер сіз таңертең аш қарынға бір стакан қияр қосылған су ішетін болсаңыз, онда қарныңыздың ашқанын сезе қоймайсыз. Әсіресе артық салмақпен күресіп жүретіндерге таптырмайтын әдіс. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын маған подписка жасап лайк қоюды ұмытпаңыздар. Қияр қосылған су тәнді де жанды да емдейді. Теріні ғана емес, ағзаңызды да нәрлендіреді. Сонымен қатар жүрек, қан таны ауруларынан қорғайды әрі улы заттардан тазартады. Бесінші, дәруменмен байытады. Ағзаны уланудан қорғайды. Сонымен қияр суды қалай дайындаймыз? Емдік қасиеті бар бұл судың дайындалу жолы өте қарапайым. Бізге 2 дана қияр, 3-4 тал жалбыз, 1 дана лимон, 2 литр таза су қажет. Кеңдеу ыдысқа су құясыз, қиярды жіңішке етіп ұзыншалап турап саласыз. Оған жалбыз бен лимонды тіліктерін қосып араластырасыз. Ыдыстың қақпағын жауып тоңазытқышқа қоясыз. Емдік суды түнде жасаған жөн. Таңертең дайын болғанда суды шектеусіз іше беруге болады. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.